Бүгінгі біздің көрсетейін деп тұрған жер үйіміз. Мына жерден бастап полный стяжка ғой. Мынандай алмұрттар өсіп тұрген. 2 машинаға арналған дәу мешітке жақын ғой. Міне тұр мешіт. Ендеше қазір үйімді толықтай өзім таныстырып шығам. Бүгінгі біздің көрсетейін деп тұрған жер үйіміз қаланың дәл орталығында орналасқан. Былайша айтқанда, бұны Шұғыла микрорайоны деп атап жатады. Ендеше қазір үйімін толықтай өзім таныстырып шығам. Бірінші үйдің сыртқы бөлігінен бастайық. Мына жерде енді бітпей қалған, енді қоршауды көрдіңіз бе? Мындай стояктарды қалдырып кеткен, қоршауға болады. Алдағы уақытта әдемілеп ою-өрнегі бар қоршаулар болады ғой, өзіңіз білесіз, қалай қоршасаңыз да. Үйдің сырты міне мынадай, көрінісі ашық түсті. Воротасы міне тұр. Енді аулаға қарай кеттік. Кір. Так, жері 12 соттық, яғни үлкен. Ауласын байқап тұрсаңыз шығарсыздар. Мына жерден бастап полный стяжка ғой, ауланың бәрі. Білмеймін қанша ақша кеткенін, бірақ біраз ақша кеткені, еңбектен кеткені анық. И сосын плюс самое главное маған ұнағаны есіктің алдында мынандай алмұрттар өсіп тұрген. Жұласыз да жиі бересіз ғой. Жері жаңа 12 соттық екен айттым. Аулада қосымша құрылыстан не бар? Времянка бар, кухня бар, летний кухняның ортада тұрған есік қой. И сосын гараж бар. Гаражы 2 машинаға арналған. Жүріп кеттік. И сосын самое главное, гараждың есігі, міне ішін көрсете сал. 2 машинаға арналған дәу. И гараж пультпен жұмыс жасайды. И плюс воротасы тоже самый пультпен жұмыс жасайды. Міне, бедесінде хоппаля. Қайтан, хоппаля. Обратно жаба салайық. Кеттік енді. Мына үйдің енді до конца соңына дейін барам деген біраз жол бар. Жолымызды қысқарту үшін әңгімеден бастайын енді. Не әңгіме айтам? Маған бұл үйдің ең ұнаған жері үй мешітке жақын ғой. Міне тұр мешіт. Нұры мешіті деп аталады. Таңертең шығасыз, дәретіңізді аласыз да үйден 30 секундта мына мешітке кіріп кетіп, таң намазын оқисыз ғой. Керемет, Ендеше үйдің ішімен танысайық, айтпақшы. Үйдің салынған материалы күйдірілген қыш. Қазір енді толықтай планировкамен танысып шығамыз. Кеттік. Бұл бізде үйіміздің кіреберіс бөлігі. Қараңызшы, кіреберіс бөлігінен бастап қалай сәнді әдемі ремонт жасалған. Есік мына жақта, міне осы есік арқылы жаңа мен кірдім. Осы кіреберіс бөліктен бастап едені кафелденген, ал қалған пәтер, то есть үйдің едендері ламинатталған. Әдемі ламинат, бетіне лак жағылған. Кіреберіс бөлікте сонымен қатар осындай сәнді гардеробный шкаф бар. Киімдер енді полный сыяды деп ойлаймын. Жанында оның топка орналасқан. Бөлік есігі бар, айта кетейін. Кірген бөліктен сол жағымызда туалет орналасқан. Іші толығымен кафелденген, ашық түсті әдемі кафелі. И мына бөлікте бізде ванна. Ваннасы да үлкен екен. Оның жанында кладовкасы бар, қосымша заттар салуға арналған. Люстралары сәнді, әдемі. Мына қолға қарай өтетін жердегі не дейді мынаны? Арка дейді ғой, былайша енді. Күшті қылып сәнді ойластырған екен. Айналып қарайшы, күшті. И ас бөлмесі бар. Ас бөлменің ішкі көрінісі мынадай. Люстрасы, обойы, едені бәрі ашық түсті қылып жасаған екен. Мынау бізде бағалы ас үй жиһазы. Холодильнигі де өген. И мына бөлікте міне мынадай үлкен холл бар. Осы холлдан теледидар көру бөлмесінен басқа үйдің бөліктерін өте аламыз. Мысалға жатын бөлме бар мынадай. Үлкен
зал бар мынадай сәнді. Тамаша енді жалпы. Мынадай бізде жатын бөлме бар тағы да бір. Әпедеме. Балалар бөлмесі бар. Достар, жалпы үйіміз керемет енді. Жылы, приятный дейді ол. Алуға асығайық. Тамаша вариант.